Ассаламағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін 15 апрель. В общем, стройкамыз тоқтап тұр. Жақында үйдегілер үйді крышалату үшін адамдармен сөйлесіпті. Олар черный потолокқа крышалауға 600 мың теңге сұраған. В общем, ол адамдарға давай до свидания деген. В общем, келіспеген үйдегілер. В общем, стройка тоқтап тұр. Бүгін мен мынандай шаруа жасап жатырмын. В общем, үйдің артында, салдыртып отырған үйдің артында смородина талдары болды мына жерде. Төртеуін алып тастадым. Екеуі қалды. Қазір екеуін де алып тастайтын болам бұйырса. В общем, ауланың ішін кеңітіп жүрмін. Бір жағынан бұл өсіп тұрған смородина талдарын ешкім қарамайды. Яғни бұлардан бір жеміс алу үшін бұларды баптап қарау керек. Сол кезде ғана бұл смородина талдарынан жеміс алуға болады. Бізде үйде бұл талдарды қарайтын адамдар жоқ. Где-то ауланың ішінде бұндай талдардың 20 шақтысы бар. В общем, ауланың ішін кеңіту үшін бір жағынан, екінші жағынан бұл талдардың обалына қалмас үшін алып тастап жатырмын. Яғни ешкім қарамағаннан кейін, су құймағаннан кейін, баптамағаннан кейін обалына қалмайын деп бұл талдарды алып тастап жатырмын. В общем, үйдің мына қапталында да бар, где-то 7-ма 6-ма бар. Сосын үйдің алдыңғы жағында да бар бұндай смородина талдары. Сосын бұйырса заборды боздыртып қайтадан салдыртатын боламыз. Үйдің артындағы заборды фундамент құйдыртып, биіктетіп салдыртатын боламыз. 2018-де полный забордың ішіне штукатурка жасадық өздеріміз. Забордың фундаменті болмағаннан кейін забордың астыңғы жағындағы штукатуркілер түсіп жатыр. 3 жыл болған жоқ, даже бұл жасалған штукатуркаға. Көріп отырғандарыңыздай түсіп жатыр. Бұл фундамент болмағанның кесірінен түсіп жатыр. Жоғары жақтары более-менее нормально тұр. В общем, осындай жаңалықтар. Короче, мына жерге котел салдыртатын боламыз. Мұны үйге. Мына жерде тұрған калитканы алдыртып тастайтын шығармыз бұйырса. Или қала береді. Сосын мына жерде бұрынғы үйдің бұрынғы котел тұр. Бұл котелді да бұзып тастаймыз бұйырса. Бұл котелдің орнына туалет салдыртамыз. И оның қапталына дәрет алатын орын салдыртамыз. Туалет пен дәрет алатын орынның септиктері екі бөлек болады. Яғни боққа дәрет алатын су араласпайды. В общем, осындай идеялар, осындай хабарлар. В общем, бұл видеоның аты жоқ, ешқандай да жаңағындай қазақша влог деп айтуға болады. Яғни не істеп жатырмын, не істеп жүрмін. Сол туралы видео, бұл видео. Сосын мен ешқандай да строитель емеспін. Бұл каналда тек қана үй туралы не болмайды, видео болмайды. Өмірде не істеп жатырмын. В общем, сол туралы видеолар болады. Сосын алдағы уақытта мына үйді салдырту үшін қанша ақша жұмсадым, қанша материал кетті, сол туралы видео шығаратын болам.
Себебі ең бірінші түсірген видеомда көп адамдар комментарийға жазған, қанша ақша жұмсадың, қанша шебін кетті, қанша тас кетті, қанша цемент кетті, қанша ПГС кетті деген сияқты неше түрлі сұрақтар қойған. Сол бойынша да видео шығаратын болам, бұйырса алдағы уақытта. Достар, мен жаңағы видеоны бөліп мынандай қылып екінші видео түсіріп отырмын. В общем, смородиналардың барлығын қазып алып тастадым. Енді бұл видеоны мына жерден түсіріп отырған себебім, бұл видеоның комментарийына әртүрлі адамдар жазуы мүмкін, неше түрлі ақылды адамдар, неше түрлі умный адамдар. В общем, бұл смородиналарға жаның ашитын болса, жаның ашыған болса, неге қыстың кезінде бұл смородиналарды қазып алып тастамайсың? Қыстың кезінде өсімдіктер ұйықтайды деген сияқты комментарий жазатын адамдар болуы мүмкін. Сол адамдардың комментарийларына алдын ала жауап берейін деп отырмын. Қыстың кезінде алып тастамаған себебім, қыстың кезінде ешқандай да қолым тиген жоқ. Бүгін Құдай бұйырып қолым тиіп отыр, сондықтан да бүгін алып тастап жатырмын. Екінші мәселе, неге бұл смородиналарды өзің қарамайды екенсің, бұл смородиналарды біреулерге бермедің, немесе бұл смородиналарды сатып жібермедің деген сияқты комментарий жазатын адамдар болуы мүмкін. Біріншіден, бүгін 15 апрель, яғни көктемнің 2 айы, 2 аптадан кейін уже апрельде бітеді. Бірақ байқаған болсаңыздар, бұл смородиналарда ешқандай да гүл жоқ. Негізі бұл смородиналар гүлдеп уже түйнек түйіп ататын уақыты. Неге бұл смородиналарда гүл жоқ, түйнек түгілі? Себебі бұл смородиналарға тля деген нәрсе бар, яғни өсімдіктердің өздерінің паразиттері бар, яғни зиянкес. Сондай нәрселер түсіп, бұл өсімдіктерді буып тастаған, яғни ауру қылып тастаған. Сондықтан да бұл өсімдіктерді ешкімге беріп атқанда жоқпын, бұл өсімдіктерді сатып атқанда жоқпын. В общем, түсінікті деп ойлаймын. Сосын екінші мәселе, бұл смородиналарды қазып алу жағы. Мына жердегі смородиналардың барлығын қазып алып тастау үшін где-то 5-6 сағат жұмсадым. Яғни бір смородинаны алып тастау үшін жарты сағат, жоқ дегенде 45 минут жұмсадым. Мен қалай қазып алып тастадым? Ең бірінші смородиналардың бұтақтарын арамен кесіп алдым, яғни өзіме удобны қылып алу үшін. Бұтақтарын арамен кесіп алып, содан кейін жан жағын лопатымен қазып алдым. Содан кейін ломмен сілкіп шығарып алдым. В общем, түсінгендеріңіздей, бұл смородиналарды қазып алудың өзі проблематичны. В общем, түсінікті деп ойлаймын, қысқаша айтқым келгені осы. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басуларыңызды сұраймын. Сосын міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийға қалдыруларыңызды сұраймын. Сонымен келесі видеода кездескенше.